Құпия ойларыңның көпшілік алдында шоуға айналғаны ұнайма? Саған, қош, бұл жай ғана интернет қой дейді. Бірақ біреу есікті қақпай үйіңе кіріп келгендей сезім болады. Хат алмасуды жариялау әзіл емес. Бұл сенің намысыңа тиетін дүние. Сенің телефоның қоғамдық орын емес. Жеке шекараң. Әлем өзгерді. Енді сенің экраныңның арғы жағында кез келген хейтердан да күшті заң бар. Негізгі заңда нақты бекітілгендей, ешкім сенің келісіміңсіз цифрлық кеңістіктегі жеке өміріңе қол сұғуға құқылы емес. Сенің хат алмасуларың, фотоларың, хабарламаларың, жазбаларың жай ғана деректер емес. Бұл сенің өміріңнің бір бөлшегі. Конституция, желідегі шекараларың, жеке әлемің бәрінен де маңызды деген қағидатты қолдайды. Кейде өзгенің жеке өміріне деген сыйластық өте қарапайым шешімнен. Біреуді қорлауға қатыспаудан басталады. Таратпа, талқылама, жеке дүниені контентке айналдырма.